Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің атым Малика. Бүгін біз сіздермен өте дәмді және өте оңай жасалатын шелпектер жасаймыз. Тіпті оны ашытудың да керегі жоқ. Ең бірінші біз 3 кесе ұнға дәміне қарай тұз қосып аламыз. Және де май қосамыз. Менде сұйық май. Енді оның үстіне жылылау су қоса отырып қамыр елейміз. Қамырымыз тым қатты емес болып шығу керек. Мінекей достар, мен қамырды жақсылап тұрып елеп алдым. Қамыр менде жұп-жұмсақ болып шықты. Енді біз оның бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Достар, менің қамырымның иі әбден қанды. Енді біз бұл қамырдан майда-майда күлшелер жасап аламыз. Үлкен қылып жайып та бауырсақ сияқты кесіп пісіре берсеңіздер болады. Мен осындай майда-майда күлшелер жасап алам. Мінекей достар, осындай кішкентай күлшелер жасап алдым. Енді оларды жұп-жұқа қылып жаятын боламыз. Достар, енді қызып тұрған табаға май қоямыз. Майды да жақсылап қыздырамыз да. Оның ішіне шелпегімізді саламыз да, пісіреміз. Шелпектер өте тез піседі. Және де оны қатты қызартудың керегі жоқ. Мінекей әдейкенше пісіп қалды. Енді аударамыз. Осындай ақшылдау қылып пісіреміз. Және де барлық қамырдан осындай шелпектерімізді пісіріп аламыз. Сонымен достар, осындай азақ уақытта шелпектер дайын болды. Аяқ астынан қонақ келіп қалса да жасауға болады. Өте дәмді болып шыққан. Жұп-жұмсақ және қатпарлы болып шыққан. Мен сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Мінекей, осындай қатпарлы болып шығады. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Маған дәмі қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.